қолбасшы күнделігі 81. Сарбаз барлық уақытта қолбасшы қай жерде болса сол жерде қауіп аз деп ойлайды. Қолбасшы қорықпайды екен, демек оған да қорқатын дәнеңе жоқ көрінеді. Бірақ та қолбасшы жүргізістене бастаса, онда сенімділік болмаса, қауіпті қатерлі бір нәрсенің болуы мүмкін деп ойлайды. Қорқыныштың алғашқы белгісі байқалысымен-ақ өктемде тура айқын берілген бұйрық, әмір, ойды билеген үрейді ұшырып, іштей қобалжуды басып, тіпті қапыда қалып бас сауғалап кеткен адамның өзіне күш-жігер береді. 82. Дұрыс тәрбиелей білушілік. Романдағылардың психикасына дұрыс ықпал ете алушылық пен парасатты түрде берген бұйрық қана қару-жарақ пен туба жауынгерлердің өміріне қауіп төндіріп тұрған қорқынышты алдын алудың, оған жол бермеудің, сақтап қалудың, жауынгерлерді абыройсыздық пен масқара болудан аман алып қалудың сенімді құралы. 83. Ойда жоқта, аңдаусызда, күтпеген жерден дұшпан тарапынан жасалған іс-әрекетті салдарынан өліп мерт болып кетуі мүмкін-ау деп ойлар психикаға қатты әсер етіп, қорқыныш, үрей сезімдерінің пайда болуына жол ашады. Сондықтан әскери жарғылықта моральдық тұрғыдан да үлкен мәні бар. Жауынгерлікті қамтамасыз етуге, үздіксіз барлау жүргізіп отыруға және күзетке қоюға байланысты мәселелерге үлкен маңыз беріліп, оларды бірінші орынға қою көзделеді. 84. Өмірге деген құштарлық. Өлімді жеңіп, аман қалуға ерекше ұмтылу ниеті адамды өлім қаупін жеңуге итермелейтін ұрыс кезіндегі басты қорғаушы күш. Өмір сарбаздың туы. 85. Өжеттілік, қайсарлық. Жауынгерлік тіпті мүмкін емес деген жағдайдың өзінде өз өмірін абыроймен өлімге бас тігуге тәуекел етушілік, игілікті құлшыныс. Ерлік үмітсіздіктің бұғауын үзіп, адамның бүкіл жан дүниесі мен тәнін ширықтырып, құлшындыра түседі. Мұндай іс-әрекетті күтпеген әрі өзінің құрбандығын душар еткеніне сенімді дұшпанға беймәлім жолмен оқыс соққы беруге жетелейді. Қолбасшы күнделігі. Бауыржан Момышұлы.